Сәлеметсіздер ме, құрметті менің шаян белгісінде туылған көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Сіздерге арнап 2026 жылдың ақпан айына астрологиялық жұлдызнама жасайтын боламын. Енді шаяндар, сіздер үшін осы ақпан айынан бастап өте бір карьерадағы, жеке статусыңыздағы, жеке өміріңіздегі статусыңыздағы өзгерістердің басталуы, сынақтардың басталуы деп айтсақ болады. Карьера мәселесіндегі қандай да бір өзгерістер, карьераңызға кірісу, егер өміріңізде ақсап тұрған токсичный қарым-қатынастар болса, солардың аяқталуы, жеке өміріңізде болсын, карьераңызда болсын, бұл аяқталу. Егер бір токсичный қарым-қатынас болса, одан бас тартатын боласыз. Ұзақ мерзімді карьераға аяқ басу жылы деп айтуға болады сіздер үшін. Қазір ол туралы алда толығырақ айтатын боламын. Бірінші ақпан күні толған айдан бастаймыз. Толған ай бұл эмоциональный периодтардың бірі. Толған ай кезінде шешім қабылдауға өте жақсы период, жақсы кез. Енді бұл толған ай сіздердің екінші секторларыңызда өтеді. Арыстан белгісінде ақша мәселесі, өзіңіздің жеке ресурстарыңызға байланысты өте маңызды шешім қабылдайсыздар. Жалпы қандай да бір сатып алулар болуы мүмкін, өзіңізге бір ерекше көлік, жаңағы тұрақты мүлік деген сияқты өте бір үлкен ауқымды нәрсе алу керек болып ойланып жүрген болсаңыздар, осы кезде шешімді қабылдайтын боласыздар. Жалпы бұл сіздің өзіңізге керемет бір сезім сыйлайтын, өзіңізге бір жақсы көңіл күй алып келетін сатып алулар болуы мүмкін. Жалпы сіздің қаржыңызға байланысты мәселелер. Одан кейін 3 мен 8 ақпан аралығында напряженный аспект болады Уран планетасы мен Меркурийдің арасында. Енді бұл сіздердің социалдық өмірлеріңізге байланысты. Егер сіз жаңағы осы медиа бағытында немесе социалды бағытта, интернет бағытында жұмыс істейтін адам болсаңыз, онда сол мәселелерде напряженный ситуациялар болуы мүмкін. Және де сізде кішкене психологиялық тұрғыдан выгорание, шаршау деген сияқты болуы мүмкін осы периодта. Жаңағыдай бір жұмыс істегіңіз келмей, немесе бір проекттарыңыз болса, кішкене апатия деген сияқты болуы мүмкін. Немесе сондай бір проекттарда, жұмыстарда бір шығармашылық тоқырауды сезінуіңіз мүмкін, былайша айтқанда. Одан кейін қаржы мәселесі керек болуы мүмкін сіздерге. Жалпы осы жұмысыңызға байланысты медиа бағыты болсын, осы интернет, онлайн сияқты мәселелерде сіздерге қаржы керек болуы мүмкін. Және де сіз осы кезде банктерге жүгінуіңіз де мүмкін. Одан кейін 7-сі күні Меркурий планетасы сәуірдің ортасына дейін сіздердің 9-шы секторларыңызда болады. Жалпы Меркурий планетасы бұл біздің қозғалысымыз, логикамыз, ойлауымыз, біздің басқалармен әрекеттесуіміз. Осы кезде көбірек сөйлесетін боласыздар, бәлкім сіздерде саяхат болуы мүмкін шет мемлекеттерге. Сондай бір мүмкіндіктер болады, мүмкіндіктер туады. Оларды да игнор жасамауға тырысыңыздар. Егер сондай бір саяхат жасауға мүмкіндігіңіз бар болса, оны өзіңізге арнасаңыздар болады. Және де бұл кезде сіздер заңмен байланысты жұмыстарды тындыруыңыз мүмкін, қағаздар болуы мүмкін, заңға байланысты заңгерлерге жүгінуіңіз мүмкін. Одан кейін осы кезде сіздердің ойларыңыз ұшқыр болады. Жаңағы айтқанымдай Меркурий планетасы бұл біздің логикамыз, және де 9-шы секторға кірген кезде сіздер ауқымды ойлай бастайсыздар, көп нәрсені терең ойлай бастайсыздар. Жалпы Меркурий планетасының осы секторда жүруі сіздерге өте тиімді. Өйткені ойлауыңыз ұшқыр болады, көзқарасыңыз кең болады, көп нәрсені кеңінен көресіздер, абстрактна көре аласыздар. Айдың екінші жартысында планеталардың барлығы осы сіздердің 9-шы секторларыңызға кіретін болады, сояқта тізілетін болады. Планеталардың барлығы сол секторда тізілген кезде, сол сектордың энергетикасы артатын болады. Сол жаққа қарай сіздің назарыңыз бұрылатын болады. Жаңағы айтып өткенімдей, бұл сіздердің бір жаққа саяхаттауыңыз, көзқарасыңыздың өзгеруі, жан-жақты болуыңыз, жалпы сіздер үшін өте жақсы период. Және де сіздің дүниетанымыңыздың өзгеруі, көп нәрсеге көзқарасыңыздың өзгеруі, тереңдеуі. Одан кейін 12-сі күні сіздің болашағыңызға жауап беретін солтүстік ай түйіні, сіздің жалпы даму эволюцияңыз, осы өмірде жүріп өтетін жолыңызға жауап беретін айдың түйіні Меркурий планетасымен сол жерде қосылатын болады. Енді бұл жерде сіздің дамуыңызға, сіздің болашағыңызға әсер ететін нәрселер, жаңағы айтқанымдай, сіздің көзқарасыңыз, сіздің саяхатыңыз, бәлкім сіз осы периодтан бастап саяхаттай бастайсыздар. Алдағы уақытта сіздер үшін саяхат деген бұл өміріңіздің бір бөлігіне айналады.
яғни бұл кезде сіздерде бір сондай шешімдер қабылдануы мүмкін. Жалпы басқа жақта жұмыс істеу, басқа жаққа бару, басқа жаққа көшу деген сияқты өзгерістер болуы мүмкін. Жалпы барлығына сіздер абстрактно қарайтын боласыздар. Көбінесе барлық жақтан терең ойлана бастайсыздар. Өзіңіздің бұрын болмайды деген нәрселеріңізге ерік бересіздер, былайша айтқанда. Енді осы периодта сізге шетелден, басқа жерден, басқа мемлекеттен қандай да бір ұсыныстар түсіп жатса, оны міндетті түрде қабылдауға тырысыңыздар. Өйткені бұл сіздің болашағыңызға зор үлесін, өзінің пайдасын тигізетін болады. Және де осы кезде түсетін ұсыныстар сіздің болашағыңызды өзгертетін ұсыныстар болуы мүмкін. Сіз осы моментте қатты назар аудармауыңыз мүмкін, бірақ та сіздің болашағыңызға біраз септігін тигізетін болады, өзгерістер болады. Одан кейін 14 күні Сатурн планетасы сіздердің 10-шы секторларыңызға кіретін болады. Сатурн планетасы бұл дисциплина, бұл дегеніміз тәртіп, бұл жауапкершіліктің планетасы. Енді 10-шы секторға кірген кезде жеке басыңызда, жеке статусыңызда, үйленгенсіз, үйленбегенсіз, бәлкім тұрмыстасыз, тұрмыста емессіз деген сияқты жалпы жеке статусыңыздағы өзгерістер, жеке статусыңыздағы кризистер болуы мүмкін. Енді ол әр адамның жеке картасынан байланысты. Бірақ Сатурн планетасы бойынша бізге сондай жеке басымызға байланысты сынақтар алып келеді. Және Сатурн планетасы ескі жұмыс істемейтін нәрселердің барлығын алып тастайтын болады. Сіздер өзіңіздің карьераңызға жалпы жауапкершілікпен келетін боласыздар. Осы күнге дейін білмеймін, әркім әртүрлі жұмыс істеп жатыр, бірақ та Сатурн планетасының сізден талап ететін нәрсесі бұл карьерадағы жетістік, бір мақсатқа жету. Жалпы айтқанда Сатурн планетасы өзінің секторына кіретін болады, 10-шы секторға. 10-шы секторға Сатурн кіргенде міндетті түрде бір дәрежеге жетуіңіз керек, бір нәрсеге мақсатқа жетуіңіз керек, карьерадағы мақсатқа жетуіңіз керек. Сол үшін Сатурн планетасы сіздерді құр босқа жатқызып қоймайды. Бұл кезде жауапкершілік аласыздар, істейсіздер, жұмыс жасайсыздар. Жалпы алдағы 3 жылда сіздерде карьера мәселесінде қатты өзгерістер болуы мүмкін. Белгілі бір жетістікке жеткізбей қоймайды Сатурн планетасы. Егер жауапкершілікті, дисциплина болса, тәртіп болса, сіздер жетістікке жететін боласыздар. Сатурн планетасы өз секторына кіріп жатыр, және де гороскоптарыңыздағы ең биік нүктеге кіріп жатқандықтан осы алдағы 3 жылды қолданыңыздар. Ол энергия сіздерде осы ақпан айынан басталады. Ақпан айынан бастап өзіңіздің карьераңызға мықтап кірісіңіздер. Сатурн планетасы бойынша басы қатты болғанымен аяғы тәтті болады. Оның жемісін міндетті түрде жейтін боласыздар. Бірақ жаңағы айтқанымдай, жеке мәселелеріңіз, өмірдегі жеке өзіңіздің статусыңызға байланысты өзгерістер болуы мүмкін, кризистер болуы мүмкін. Кейбір адамдар осы кезде ажырасып та кетеді, кейбір адамдар керісінше кризистан өтіп қосылып жатады. Әркімде әртүрлі ситуация болады. Одан кейін 17-сі күні күннің тұтылуы болады. Күннің тұтылулары өте маңызды деп айтамын, өйткені осы кезде адамның тағдырына байланысты өзгерістер болады. Бұл тұтылу сіздердің 8-ші секторларыңызда болады. Енді қараңыздар, 2018 жылды еске түсіріңіздер. Сол кезде қандай бір өзгерістер болды өміріңізде? Партнерство болды ма? Қандай мәселелер болды? Жалпы кішкене дағдарыс болуы мүмкін сіздерде. Дағдарыс, осы кезде қарыз алуларыңыз мүмкін, немесе қарыздан құтылу деген сияқты 2018 жылы алған қарыздарыңыздан құтылу болуы мүмкін. Жалпы 2018-де қаржы мәселеңізде, партнерство мәселесінде қандай өзгерістер болды? 8-ші сектор трансформацияның секторы, сондықтан алдағы уақытта сіздерде трансформация болуы мүмкін. Жаңағы айтқанымдай, серіктестік, партнерство сіздің серігіңіздің, партнеріңіздің өміріндегі қандай да бір глобальный өзгерістер болуы әбден мүмкін. Бірақ екеуіңізді де түртетін болады. Әсіресе сіздің партнеріңіздің қаржылық жағдайындағы өзгерістер болуы мүмкін. Одан кейін бұл 8-ші сектор адамның терең психикасына, психосоматикасына жауап беретін сектор. Сондықтан бұл жерде психиканың тұрғысынан, терең тұрғыдан қандай да бір травмаларыңыз болса, психикалық бір ауытқулар болса, немесе бір проблемаларыңыз болса, сол тұрғыдан трансформациялар болады сіздерде. Бәлкім психологпен жұмыс жасай бастайсыздар осы кезде. Одан кейін 20-22 күні тригон аспекттері көп болады аспанда. Маңызды жұмыстарыңызды осы периодқа жоспарласаңыздар болады. Сөйлесулер, келіссөздер болса, кездесулер болса, жалпы осы кезде ситуациялардың барлығы сіздер жақта болады. Сіздер үшін өте жақсы периодтардың бірі деп айтуға болады. Одан кейін осы 20-сы күні өте маңызды бір аспекттардың бірі. Ол бір адамның өмірінде бір-ақ рет болатын аспект, және де бұл сіздің 10-шы секторларыңызға түсіп керемет қой сіздер үшін.
басқа белгілердің басқа секторына түссе, именно сіздердің 10-шы секторларыңызға түсіп тұр. Енді бұл Сатурн планетасы біздің санамыз болса, Нептун планетасы бұл біздің бейсанамыз. Осы екеуінің тоғысуы бір нүктеде жалпы карьераңызға байланысты, мейлі жеке өміріңізге байланысты бір шылчок болады сіздерде. Осы кезде сіз өзіңіздің терең түп санаңызда, бейсанаңызда жатқан нәрселерді санаңызбен ұстап аласыз да, былайша айтқанда ұстап алып, сіз сол нәрсені сыртқа шығарасыздар. Жалпы бұл карьераға байланысты, сіздің жетістігіңізге байланысты сектор болғандықтан осы кезде көп шаян белгілері қандай іспен айналысам, нені қалаймын деген нәрсені түсінуіңіз мүмкін. Осы 20 күн өте жақсы энергетика болады. Осы кезде ойланып көріңіздер, карьерада қандай жетістікке жеткіңіз келеді, немен айналысқыңыз келеді, нені қалайсыз, өмірдегі миссияңыз қандай деп ойлайсыз өзіңізге. Соның барлығын ойланып көріңіздер. Жалпы жаныңызға жақын нәрсе, өзіңіздің жаңағы ішіңізден, өзіңіздің жаңағы айттым ғой, өзіңіздің бейсаналы тұрғыда неге жақынсыз, сол нәрсені түсінетін период деп айтуға болады. Бұл жерде сіздер оянатын боласыз, бәлкім ұзақ уақыт бойы ұйықтап жүрсіз. Бұл карьераңызға да байланысты, бұл жеке өмірдегі статусыңызға да байланысты ояну болуы мүмкін. Жалпы ұйқыдан оянып, армандауды қойып, қиялдауды қойып, реальный әрекетке көшетін боласыздар. Одан кейін 26 күні Меркурий планетасы ретро қозғалысқа кіретін болады. Меркурийдің ретро кезінде адам қайта қарайды, қайта саралайды, бұрынғы жұмыстарына қайта оралып, сол жерде қателерін түзетеді, жасалмай, аяқталмай қалған мәселелерді аяқтайды. Жалпы Меркурий планетасы бұл айтым ғой, біздің логикамыз, ойлануымыз, әрекет етуіміз. Енді бұл сіздердің 9-шы секторларыңызда болады. Жаңа айтқанымдай, сот жұмыстары болуы мүмкін, немесе заң жұмыстары болуы мүмкін. Жаңағы айтқанымдай бір саяхат мәселелері болуы мүмкін. Барамын, бармаймын деген сияқты мүмкін, барам деген сияқты мәселелер болуы мүмкін. Жалпы осы уақытқа дейін тындыруға тырысыңыздар, қандай да бір мәселелеріңізді. Жаңағы айтқанымдай, заңмен байланысты жұмыстар болсын, саяхаттап келу деген сияқты мәселелер болсын, осы 26-сына дейін тындыруға тырысыңыздар. Міне шаяндар, сіздерге арналған ақпан айына астрологиялық жұлдызнамам осындай. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдауларыңызды білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Бақытты болыңыздар, бай болыңыздар, ең бастысы денсаулықтарыңыз мықты болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.